саламатсыз. Бүгінгі тапсырма бойынша айтатын шығармам ол Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романы. Ақбілек романы бізге 1910 және 20 жылдар аралығында қазақ даласының шынайы көрінісін береді. Бұл кезең тарихтағы ең күрделі уақыттардың бірі болып табылады. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс патша үкіметінің қазақ және қырғыз жастарын тыл жұмыстарына алу жөніндегі жарлығы халықтың кеудесіне қысым тудырып, бүкіл елді дүр сілкіндірген болатын. Ашық көтерілістер, жазалаушы әскерлердің ауылдарды шауып, елді қыруы барлығы романдағы оқиғаларға тікелей әсер ететін тарихи оқиғалар. 1917 жылғы қазан-ақпан төңкерістері. Билік ауысып, саяси тұрақсыздық басталды. Қазақ қоғамында екіге бөлінген кезең. Бір бөлігі жаңалықты жақтады, ал екінші бөлігі ескі дәстүрге, хандық жүйеге жақтасқан болатын. Бұл бөліну романдағы ауыл арасындағы дау, ру тартысы, адамдардың мінезіндегі өзгерістер арқылы шебер көрсетілген болатын. Азамат соғысы. Жер-жерде ақтар мен қызылдар арасында қақтығыс болып жатты. Бір ауылға ақтар келсе, екінші күні қызылдар келеді. Билік әрбір күн сайын өзгеріп отырды. Халық қорғансыз, аш-жалаңаш қалды. Ақтардың қазақ ауылдарын тонауы романдағы Ақбілектің тұтқындалуына негіз болған тарихи шындық. Қазақ қоғамындағы рухани күйзеліс, жаңа заман, жаңа тәртіп, білімді кадрлар, партиялық жүйе келе бастады. Ескі қазақы болмыс бұзыла бастаған болатын. Адамдар жаңаны қабылдай алмай, қоғам рухани дағдарысқа ұшырайды. Аймауытов осы тарихи сәтті дәл көрсеткен болатын. Ескі ауыл, жаңа саясат, рушылдық, қақтығыс, қаңғыған жасақтар, ақтар мен қызылдардың тәртібі, әйел тағдыры, еркектің әлсіздігі, қоғамның қоқысқа айналған моральдық нормалары. Осылайша роман бір қыздың тағдыры, еркектің әлсіздігі, қоғамның қоқысқа айналған моральдық нормалары. Осылайша роман бір қыздың тағдыры мен бір халықтың тағдырын қатар алып жүрген ұлттық эпопея деңгейінде шығарма болды. Шығарманың негізгі идеясы әйел теңдігінің мәселесі. Қазақ қыздарының тағдыры, олардың қоғамдағы орны, еркіндігі және жеке өмірге құқығы романда терең қозғалған. Ақбілек сол дәуірдегі барлық қазақ қыздары көрген қорлықтың символы. Жаңаруға бет бұру керек екенін дәлелдеу. Төлегеннің бейнесі, жаңа қоғамның, жаңа интеллигентті азаматтардың келуі, білім, мәдениет, жаңалық адамдарды құтқарады. Рухани тазару, адамдық жол. Ақбілек басынан өткен қайғыны жеңе отырып, жаңа адам болып шығады. Ол өткенін тастап, болашаққа сеніммен қарайды. Қазақ қоғамының ішкі қайшылықтары, рушылдық, күншілдік, қызғаныш, өсек-аяң барлығы романда шынайы берілген. Жазушы қоғамның проблемасын ашық көрсеткен болады. Және де тағы да идеяларға келетін болсақ, автордың ол білім даму жолы романда бірнеше рет қайталанатын ойы бар. Адамды да, қоғамды да алға сүйрейтін алатын күш ол білім. Ақбілек трагедиядан кейін қайта аяққа тұрып, өзін табуының басты себебі ол оның білімге ұмтылуы болатын. Және де жаңа заманға бейімделу идеясы. Ескі мен жаңаның арасындағы күрес анық көрінеді. Ескі ауыл, дәстүр, ел не дейді, рулық бөліну, жаңа қала, білім, сана және мәдениет. Ақбілек осы екі мәдениеттің арасында жүрген болатын. Адам тағдырының сын сағаттары, адам қандай болатынын қиындықта көрінеді. Ақбілек зорлық көрген соң жігері жанып шығады, ал Бекболат болса қорқақтық танытып шегініп кетеді. Шығармада әйел тек жылап сықтаумен ғана емес, олар да білімді,
қайсар, өмірге құштар, өзгеруге дайын болатынын көрсетеді. Қоғамның көзқарасы туралы сынға келетін болсақ, романда ең ауыр сөз ол ел не дейді деген сөз. Анасы Ақбілек жақсы көргенімен оның елден қорқуы, Бекболат сүйе тұра бас тартуы, елдің сөзінен кейін ауыл әйелдерінің мүсіркегендей болуы, бірақ іште өсекке айналуы. Автор осыны өткір сынайды. Қазіргі қоғамда да, өзіміздің арамызда да осы сөз көбірек қолданылады. Өзім де жиірек естіген сөз болатын осы ел не дейді деген сөз. Басты кейіпкерлер романдағы Ақбілек сұлулығымен, тәрбиелі мінезімен ерекшеленеді, бірақ тағдыры өте қатал. Ақтардың қолына түседі, зорлық көреді. Ауылына қайтқанда елдің сөзі қинайды, бірақ ол сынбайды. Романның екінші бөлігінде ол білім алады, жаңа адамдармен танысады, өзін қайта құра бастайды. Және де мүлде жаңа адамға айналады. Ақбілек ол биік рухтың символы. Ал анасы өте мейірімді, бірақ сол дәстүрлі қазақ анасы қызын жанындай жақсы көреді, бірақ қоғамнан қорқады. Анасының жан айқайы романдағы ең ауыр психологиялық сәттердің бірі болды. Бекболат ол Ақбілектің сүйгені, ол дәстүр мен сезімнің арасындағы кейіпкер. Сүйеді, бірақ елден қорқады, қызға жаны ашиды, бірақ батылы жетпейді. Автор Бекболат арқылы қазақ қоғамындағы сол дәуірдегі ерлердің шынайы мінезін көрсеткен болатын. Ақ әскер офицері оқиға кезінде қарама-қайшы кейіпкер. Ол бір жағынан отаршылдық, зорлық-зомбылықтың символы, ал екінші жағынан бұл адам ретінде танылады. Автор оны жамандықтың абсолютті иесі ретінде ғана көрсетпейді, бұл реализмнің белгісі. Және романдағы Мұқаш, Балтабаш және тағы басқа ауыл адамдары әрқайсы қазақ қоғамының белгілі бір қабатын көрсетеді. Бірі қорқақ, бірі момын, мейірімді, қатыгез, екі жүзді. Әр кейіпкер өмірдің дәл өзі болып табылады. Шығармадағы көрсетілген салт-дәстүрлер. Ақбілек романында қазақтың көптеген салт-дәстүрі, тұрмыс-тіршілігі, өмір салты шынайы көрсетілді. Біріншіден, автор қазақ ауылының шынайы кейпетін сипаттаған болатын. Мал бағу, көшіп-қону, қыстау мен жайлаудың айырмашылығы бәрі көрінеді. Мысалы, ауыл адамдарының ерте тұрып мал жаятыны, әйелдердің сиыр сауатыны, келіндердің үй ішін тазалауы, осының бәрі қазақтың тұрмыс мәдениетін көрсетеді. Бұл біздің ата-бабамыздың өмір салты қандай болғанын түсінуге көмектеседі. Қонақ күту салт-дәстүрі. Шығармада қонақ күту мәдениеті де жақсы көрсетілген. Қазақ үйіне келген адамды Құдай қонақ деп қарсы алған. Қонаққа міндетті түрде ет асады, төрге отырғызады. Қай жақтан келдің, жол болсын, амандық па деп жөн сұрасады. Бұл дәстүр шығармада кейіпкерлер арасындағы қарым-қатынасты ашу үшін де қолданылған. Қалың мал, құда түсу, қыз ұзату. Шығармада қазақ қызының әлеуметтік орны, тұрмысқа шығу дәстүрі де айқын көрінеді. Бекболат пен Ақбілек арасындағы оқиға арқылы. Қалың мал беру, қыз сұрау, ата-ананың батасы, ел не дейді деген түсінік. Қыздың тағдыры көбіне ата-ананың шешіміне байланысты болу сияқты ұғымдар көрсетілген. Бұл тек романның сюжеті ғана емес, сол дәуірдегі қазақ қоғамының шынайы келбеті. Және жаңа түскен келіннің міндеттері. Шығармада жас келіндер
үлкендер арасында иіліп сәлем беруі, үй шаруасын атқаруы, төркінге қайту дәстүр сияқты бөлшектер де кездеседі. Бұл қазақ әйелінің сол кездегі рөлін түсінуге мүмкіндік береді. Қазақта сөздің киесі бар деп есептелген. Романда анасының баласына берген батасы, елдің сөзі, қарғыс айту немесе үлкеннің алғысы сияқты әрекеттердің адамға қатты әсер ететіні көрінеді. Бұл арқылы автор қазақ қоғамының психологиясын ашып отыр. Және қайғы және аза тұту салттары, ақбілектің басынан өткен қайғысы, отбасының ауыр күйзелісі, анасының жоқтау айтуы, ауылдың уайымы, әйелдердің жиналып жыласуы қазақтың аза тұту дәстүрін көрсетті. Бұл қатты эмоциялық эпизодтар дәстүр мен заманның қақтығысы. Мысалы, Ақбілекке жасалған ауыр оқиғадан кейін ел не дейді деп Бекболаттың бас тартуы дәстүрдің әйелге қысым жасайтын жағын көрсетеді. Ал Ақбілектің білімге ұмтылысы жаңа заманның белгісі. Осы контраст романды өте терең ете түседі. Және де айта кететін дәстүр ол атқа қатысты дәстүрлер, жорға міну, ат безендіру, ауыл жігіттерінің бәйге тойларда кездеседі. Рулық қарым-қатынас, ауыл-аймақ арасындағы араздық, бірігу және де көмек беру дәстүрлері көрсетіледі. Автор бұл салт-дәстүрлерді құр сипаттап қана қойған жоқ, ол олардың адамдардың мінезіне, психологиясына қалай әсер ететінін анық көрсеткен болатын. Бұл романнан өзім алған танымдық жаңалықтар біріншіден қазақ қоғамының 20 ғасыр басындағы психологиясын терең түсіндім. Әйел тағдырының қаншалықты ауыр болғанын сезіндім. Зорлық көрген әйелдің психологиясын алғаш рет көркем түрде осылай шынайы оқыған болатынмын. Жаңарудың, білімнің қоғамда қалай өзгертетінін байқадым. Қазақ даласының тарихи күйзелісін сезіндім. Жүсіпбек Аймауытовтың тілінің ерекше екенін, оның қазақ әдебиетіндегі орны биік екенін түсіндім. Ең әсерлі үзіндіге келетін болсам, бірінші ол Ақбілек аппақ еді жүзіндегі ай нұры, оқыс соққыдан кейін солғындап қалып еді. Бұл сөйлемде автор бірақ жолмен Ақбілектің өмір бойғы трагедиясын жеткізді. Қыздың әлемі жоғалды, оның жастығы, пәктігі, сенімі солғындап кеткен болатын. Екінші үзінді адамның басына не салмайды тағдыр, бірақ адам сол тағдырдан биік тұра алады. Бұл романның басты философиялық ойы. Қандай қиындық келсе де оны жеңуге болады. Ақбілек те жеңді. Қорлықтан кейін, қоғам сөзінен кейін де ол рухын сындырмай жаңа өмірге қадам жасаған болатын. Келесі сөзінде елдің сөзі ерге ұят, әйелге қырсық. Қоғамдық пікірдің қазақтың бүкіл тағдырына кері әсерін автор осылай бір сөйлеммен түйіндейді. Бекболаттың сатқындығы осы сөздің дәлелі бола алады. Және де тағы да маған ұнаған үзінділер ол айымда емес, күнімде келмес деп жылаған Ақбілек бір кезде өз жүрегінің әлі тірі, жанының мықты екенін сезініп өзімен өзі күресті. Бұл Ақбілектің ішкі жан дүниесін көрсететін сәт. Ол өзін жоғалтып алмайды, керісінше адам ретінде қайта туылады. Ең ұнаған үзінді ол білім адамның жорыққа шығатын жолы. Ақбілек білім үшін
Ақбілек үшін білім жаңа өмірге жол ашты. Автордың прогрессивті ойы анық көрінеді. Және де романды оқыған кезіндегі сезімдеріне тағы да тоқтала кетсем, бұл романның алғашқы бөлімдерін оқыған кезде шынайы жүрегім ауырған болатын. Ақбілекке болған жағдай өте қатты психологиялық соққы, әсіресе анасының жоқтау айтып қайғысы. Орта тұсына келгенде үміт пайда болды. Ақбілектің рухының мықтылығына таң қалдым. Өмірге деген жігер сезімі таңқалдырған болатын. Соңына қарай роман адамды шабыттандырады, күш береді, адамның еңсе тұсын көтереді, дәлелдейді. Жалпы маған роман терең ой салған болатын. Бұл романды бәріне ұсынар едім, себебі қазақ әдебиетінің ең терең психологиялық романы. Тарихты түсінуге көмектеседі, адамның рухани күшін көрсетеді, әйел тағдыры арқылы ұлт тағдырын ашып береді. Тілі көркем, оқиғасы өте әсерлі, мораль, отбасы, рухани сана туралы тың ой береді. Бұл роман тек білім ғана үшін емес, рухани өсу үшін оқылатын шығарма болып табылады. Жүсіпбек Аймауытов туралы айта кетсем, ол қазақ әдебиетінің алтын арқауы. Ол 1889 жылы туылған ойшыл педагог, психология ғылымын қазақша алғаш жазған, театр өнерін дамытқан рухани қайраткер, алаш қозғалысының қайраткері. Оның басқа да шығармаларына келетін болсақ, Қартқожа, Күнікейдің жазығы, Шернияз, психологиялық оқулықтары. Ол алаш қозғалысы арқылы елдің санасын оятуға тырысқан болатын. Және оған қарсы болған билік оны 1931 жылы жалған бірінші айдауға салынған болатын. Және репрессия кезінде атылған алаш азаматы болады. Бірақ ол кейінірек айыбы ақталып шыққан болатын. Қорытынды: Ақбілек қазақ әдебиетінің ең шынайы психологизмге толы романдарының бірі. Бұл тек қана бір қыздың тағдыры ғана емес, тұтас бір халықтың, тұтас бір кезеңнің трагедиясы мен үміті. Шығарманы оқи отырып бірнеше нәрсені түсіндім. Біріншіден, адам қандай қиындық көрсе де сынбау керек. Ақбілек оның дәлелі. Ол басынан өткен азапқа, қиыншылыққа қарамастан өз өмірін қайта құрып шықты. Бұл қазіргі жастарға берілетін ең үлкен мотивация. Екіншіден, қоғамның көзқарасы. Ел не дейді деген сөзден Бекболат қорқып, өзін сүйген қыздан бас тартты. Ал ауыл адамдары болған іске Ақбілекті кінәлауға дайын болды. Автор осылайша ескі көзқарастың зиянды екенін көрсетті. Үшіншіден, білім адамды өзгертетін ең үлкен күш. Ақбілек қаладан білім алып, жаңа өмір бастады. Білім оған жаңа ой, жаңа орта, жаңа болашақ сыйлады. Төртіншіден, қазақтың салт-дәстүрлері. Шығарманы оқи отырып, отбасы мәдениеті, қонақжайлылық, ауыл өмірі, салт-дәстүрдің тереңдігін қандай екенін түсіндім. Автор және де дәстүрдің екі жағында бар екен көрсетті. Бірі жақсы, бірі қоғамды тежейтін жағы. Бесіншіден, роман бүгінгі күнге дейін өзекті. Қазіргі заманда қазақ қыз балаларының құқығы, ауыл мен қала мәселесі, қоғамның сөзінен қорқу, адам психологиясы, жаңа білім, жаңа ой сияқты тақырыптар өте маңызды. Сондықтан бұл шығарма әдеби туынды ғана емес, үлкен сабақ болып табылады. Бұл романды ұсынатыным, роман ойландырады,
тәрбиелейді, тарихты түсіндіреді, ұлттық болмысымызды ашады, адам рухының күшін дәлелдейді. Әсіресе қазақ қыздары мен жастар оқуға міндетті деп ойлаймын.